Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз Распеннің Мюнхгаузеннің басынан кешкен хикаясы жинағының ішіндегі ертегілерді оқушыларымызбен талдауды жалғастырамыз. Бүгінгі оқушының есімі Ақсұңқар Ерланқызы. Ақсұңқар 5-ші сыныпта оқиды. Ақсұңқар, қандай ертегіні талдайсың бүгін? Көздің оты жарқ етті. Көздің оты жарқ етті. Айта ғой, баяндай ғой. Мюнхгаузе былай айтып бастайды. Мен Петербургта тұрған кезде аңшылыққа көп шығатын едім. Және де сол аңшылыққа шыққан кезде олжасыз мүлдем қайтпайтын едім дейді. Солайша бір күні терезеден қарап тұрған кезімде бір топ үйректер кетіп бара жатыр екен. Мен сол мезетте мылтығымды алып далаға қатты жүгіріп шығып бара жатқан кезде көзімді есікке тарс етіп ұрып алдым дейді. Ұрып алған кезде көзім от сияқты жанып кетеді дейді. Жарқ ете қалды Жарқ дейді. ете қалды дейді. Мгм. Сөйтіп ол далаға ақырында шығады. Мылтығын алып атайын деп атқан кезде шақпағын ұмытып кетіпті. Ал шақпақсыз мылтық мүлдем жұмыс істемейді. Сол кезде Мюнхгаузеннің бағана үйден шығып бара жатып, көзін есікке ұрып алып, көзі оттай жанып кеткен есіне түсіп, Жарқ ете қалған есін. жарқ ете қалған есіне түсіп, ол тура солай істейді. Көзін мылтыққа жақын қойып, қолын жұдырығымен көзін ұрады да, солайша мылтығы жұмыс істеп кетеді. От жағып алды ол, От жағып алады. Сөйтіп ол аңшылықтың қызуымен 10 үйрек атып алыпты. Сөйтіп ол үйінде шақпағын бірнеше рет ұмытып кеткен кезде осы тәсілді қолданған екен. Және де Мюнхгаузе осы тәсілді ғылым академиясына ұсынбақшы болған. Осымен ертегіміз аяқталды. Неге ертегі желісі осылай екен Мюнхгаузеннің? Ал енді осы ертегі арқылы автор қандай ойды насихаттап тұр? Бұл ертегіде автор адам бір нәрседен бірдеңе жасап, идея құрастыра алады деген ойды айтып тұр. Мысалы, бағана Мюнхгаузе үйінен шығып бара жатып, Басын есікке ұрып алғанда, көзі оттай жанып кетті де, көз, жарқ ете қалды ғой. жарқ ете қалды. Сөйтіп Мюнхгаузе үйкеліс күші бар екенін анықтады. Сонда қараңыздар, Мюнхгаузен бұл ертегісі арқылы адам кез келген бір құбылыстан мән тауып, идея алып, жаңалық ашатын болмыс екенін айтып тұр, Адам ойсыз болмау керек деп тұр. Жаңағы ол кетіп бара жатып, есікке басын ұрғанда көзінен от жарқ ете қалғанда, сен айтпақшы, бір затпен қатты зат үйкелгенде от шығады екенін білді деп тұр, Мысалы, шақпақ, шақпақ солай. Сөйтті де ол жаңалық ашты дейді. Демек, адамға кез келген құбылыстан Бір нәрсе ойлап таба алатын құбылыс екенін анықтайды. Сондай жаңалық аша алатын болмыс екеніңді ұмытпа деген ой айтып тұр. Мінекей, бұл ертегіді біз қысқаша осылай талдадық. Сау болыңыздар.